іштен қатты налимын. Себебі сені мен махшар алаңында көре алмаймын ба деп қатты уайым шегемін, я Расулалла. Осы үшін қатты қорқамын. Я Расулалла, біздегі иман аптап ыстық күнде белгісіз жақтан жай ғана бесіп өткен жел іспетті. Аптап ыстық ол біздің нәпсіміз. Сол нәпсімізге кей сәттері ғана «Ей нәпсі, қой енді Раббыңнан қорық» деп тыйым салатын болып кетті. Міне, осы жай ғана тиымның қадірі жаңағы жанды рахаттандыратын желдей ғана. Себебі қапырақ ыстықта тек қана қоңыр салқында қалайсың. Бірақ мұндай сәттер жиі болмайды. Біздің жағдайымыз да көбіне осындай болып барады. Бұл да жанымды жегідей жеп барады, я Расулалла. Я Расулалла, кейде терең ойға түсіп кететін кездерім жиі болып жүр. Егерде сен біздің қазіргі халімізді көрсең, қатты қиналып қаласың ғой деген ой түйдім. Сен сол кезде-ақ үмметіңнің жағдайына алаңдадың. Тіпті сол уайымнан көзіме жас алдың ғой, я Расулалла. Сенің үмітіңді ақтай алмасақ, бізді кешірші, Расулалла. Қатты сағындым сені. Сағындым. Он 18 мың ғаламға сарвар болған Мұхаммад, 33 мың асхабқа сардар болған Мұхаммад, қанағатқа қалыбы құрбан болған Мұхаммад, жамағатқа жалынып нұрдан болған Мұхаммад, адасқанын жолын анық қылған Мұхаммад, Құран оқып Аллаға зарық қылған Мұхаммад. Я Мұхаммад, Мұхаммад, вассалату вассалам. Я Мұхаммад, Мұхаммад, вассалату вассалам. Өлмегеннің кеудесін жарық қылған Мұхаммад, шөлдегенді кәусарға қанық қылған Мұхаммад, ғарып пенен жетімді нәрлендірген Мұхаммад, тарыққанның жүрегін әлдендірген Мұхаммад, Әбу Жахил Ләһабқа алынып алған Мұхаммад.